Бұлар сапқа саналы түрде қосылды. Мектеп пәнін, әскер мәнін қатар білгісі келеді. Бірақ бәрімізге мәлім алғашқы әскери даярлық емес, керісінше кибер сарбаз деп аталады. Саймандары да соған сай дронға ден қойып жатыр. Симулятор арқылы көптеген көпірлердің арасынан, ғимараттардың арасынан және де ағаштардың арасынан өтіп, діттеген жерге жетуіміз керек. Яғни біздің басты мақсатымыз қолымызды дұрыс жаттықтырып, бұл арқылы біз болашақта дронды қолданып шыға аламыз. Мен хобби ретінде емес, яғни басты мақсатым осы болашақта әскери бөлімдерге түсіп, осы дронды жақсы алып шығу, яғни болашақта өзім мамандығым осымен байланысты болғанын қалаймын. Бүгінгі оқушы ертеңгі маман, олар соқыр-соқпаққа түспеу керек. Сондықтан мектептерге кәсіби бағдар берушілер бекітілген. Міндеті балалардың машығын анықтап, мамандыққа баулу. Кибер сарбаз солай енгізілген. Жасұлан ұйыммен арада келісім бар. Ол үшін біз арнайы тесттер, тренингтер және оқу орындарына экскурсиялар жасау арқылы оқушыларға еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарды таныстырудамыз. Қазіргі таңда біз көптеген ұйымдармен, жоғары оқу орындарымен тығыз байланысып жұмыс жасап жатырмыз. Бұл лазерлік принтер тақтайға кез келген бейнені таңбалайды. Бұның бәрі өрендердің өнері. Ал еңбек сабағындағы екінші ермек 3D принтері. Компьютерге енгізген кескінді айна қатесіз кестелеп береді. Тек дәлдік керек. Балалар өлшем қойып үйренеді, өлшемнің нақтылықтарын біледі. Әр өзінің саласындағы жаңағы болашақ кәсіптерін дөңгелетіп әкелуге үлкен пайдасын береді. Көркем еңбек пәні негізі 5-ші сыныптан 9-ші сынып аралығында болады. 5-ші сыныпта бізде көркемдеп сурет сабақтары өтеді көбінде. 7-8-ге қарай бізде көбінесе жаңағы өздері балалар кәсіби бағдарға балалар дайындауға арналған. Болашақта өздерінің кәсіптерін таңдауға өте ыңғайлы. Қыздар жағы тігін қондырғысын қолданады. Себебі ене-жіп өмірінің ажырамас бөлігі. Ісмер болмаса да іске бекем болуы ләзім. Сондай-ақ робот техникасымен талаптанатындар бар. Бұйрық беріп басқару үшін бұйым жасап шыңдалады. Біз осы кабинетте тек қана теориялық білімдерді беріп қана қоймай, оқушылар практикалық түрде болашақ өзінің мамандықтарына дайындықты бастайды. Инженер болғысы келетіндер, программист болғысы келетіндер, немесе тағы да басқа кез келген банк саласы болсын, медицина саласы болсын, барлығында қазіргі таңда жаңа технологияны білу маңызды. Қазірден бастап біз тек қана жаңа технология тұтынушыларды ғана емес, болашақта соны жасайтын жас ұрпақтарды дайындау үстіндеміз. Осылай мектептен бастап жүйелеп, жеткіншекті кәсіп таңдау жолында жетектеу керек. Әркім қабілетіне қарай қадам басса, пайдасыз дипломның соңынан жүгірмейді. Қайта қабілет қарымын шыңдап, дағдыларды үйренеді. Еңбек нарығында да елеулі орны болады. Нысаналы Ығыл, Санжар Біргебаев, 24 KZ.